Қайырлы күн бәріңізге. Бүгінгі видеода мынадай олимпиада есебінің қалай шығарылатынын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса есебімізді қалай шығарылатынын көрсетейін. Енді бұл жерде дөңгелек берілген. Дөңгелек тең 3 бөлікке бөлінген. Әрбір бөліктің ауданы S-ға тең. Аудандар S-ға тең. Бізге мына жердегі бұрыш альфаға тең. Бізге табу керек альфа қосылған синус альфаның мәнін табу керек. Ол үшін мынадай қосымша сызықтар жүргіземіз әуелі. Яғни мына радиусын жүргізейік. Шеңбердің центрімен қосайық. Келесі радиус. Және мына жерде үшінші радиус жүргізейік. Әріптермен белгілеп қоямын. Мына жерде мынау радиусқа тең, мынау радиус, мынау радиус. Яғни мына үшбұрыш пен мына үшбұрыш бір-біріне тең. Сосын мынау бізде альфаға тең, мына бұрыш. Іштей сызылған бұрыш сәйкес центрлік бұрыштың жартысына тең. Сондықтан мына жердегі бұрыш 2 альфаға тең. Енді мына жердегі бұрыш бізде альфа бөлінген 2 болады. Және мына бұрышта альфа бөлінген 2. Сәйкесінше мынау да альфа бөлінген 2. Сонда мынау тең белгілі үшбұрыш. Енді мына жердегі бұрышты табу үшін мынау бізде түгелмен 360 градус. Енді мына бұрыш пен мына бұрыш бір-біріне тең болады. Немесе былай істейік, мына бұрышты табу үшін 180-нен мына екеуінің қосындысын алып тастасам, сонда міне 180 алынған альфа болады. 180 алынған альфа. Мына жердегі бұрышта соған тең болады. Енді мына жерде былай істейік. Мына түгелмен мына фигураның ауданын өрнектегені бұл мына үшбұрыштың ауданын 2 еселеймін, және мынау бізде, мынау түгелмен бізде сектор. Мынау S сектордың ауданын өрнектейміз. Енді S сектор дегеніміз ауданы ол тең болады пи r квадрат. Енді мына жердегі бұрыш 2 альфаға тең, көбейтілген 2 альфа бөлінген 360 градус. Тең болады. Мына 360 пен 2 пи қысқарады, 2 пи деген 360-ға тең. Сонда мына өрнек r квадрат альфа деген мәнге тең болады. Енді келесі мына үшбұрыштың ауданын табайық. Үшбұрыш ауданы 2-ден 1 r. Мына қабырғасы r-ға тең, және мына қабырғасы r-ға тең. R көбейтілген r, және арасындағы бұрыш синусы синус 180 минус альфаға тең. Арға дейін есепті өрнектейік. 2-ден 1 r мен r квадрат болады. Синус 180 минус альфа келтіру формуласы бойынша ол синус альфаға тең болады. Енді бізде мынау бір үшбұрыштың ауданы. Енді екі үшбұрыштың ауданын табу үшін екі үшбұрыш осыны 2 еселей қоямын. 2 еселенген 2-ден 1 r квадрат синус альфа, 2-ден 1 мен 2-ден 1 қысқарып кетеді, сонда r квадрат синус альфаға тең. Енді бізде мына осы екі үшбұрыштың ауданы мынау, және мына сектордың ауданы мынау, екеуін бір-біріне қоссақ, түгел бізде мына s мән бар, мына s соның мәніне теңестіру болады. Сонда былай болады. r квадрат альфа, мына жердегі мынау қосылған r квадрат синус альфа. Мына екі үшбұрыш пен мына сектордың ауданы түгел бізде мына s-ті береді. Мына үшеуі де s-ға тең ғой, s-ті береді. Енді мына s дегеніміз не? S-ті бір жағынан өрнектеп алайық мына жерде. Бізде дөңгелектің ауданы пи r квадрат екенін білеміз. Енді бізде мына жерде дөңгелектің ауданы, дөңгелек 3 тең бөлікке бөлініпті. Сондықтан мынаны s қосылған s 300-ға тең, 300 тең болады, пи r квадрат болады. Енді осыдан s-тің өзін табу үшін пи r квадратты бөлем 3-ге. Осыны апарамда мына жерге апарып қоямын. Сонда былай мынадай өрнек шығады. r квадрат альфа қосылған r квадрат синус альфа тең пи r квадрат бөлінген 3. Теңдіктің екі жағында r квадратқа бөліп жіберетін болсам, менде альфа қосылған синус альфа тең пи бөлінген 3 деген мән шығады. Мынау бізде есептің жауабы. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.